Шешесі өз ұлына өсиет арнапты. Балам, қымбаттым, сен күндердің бір күнінде менің қартайып, іс-әрекетімнің жосықсыз болғанын көресің. Өтінем, сол кезде маған уақыт бөл және мені түсінуге тырысып, шыдамдылық таныт. Қолымның ебедейсіздігінен менің кеудеме тамақ таматын болса, өзімнің киім киюге шамам жетпейтін болса, қазір өзім істей алмайтын нәрселерге бір кезде сені үйреткен күндерді есіңе түсір. Мен үшін шыдамдылығыңды арттыр. Егер менен жағымсыз иіс шығатын болса, маған ұрыспа. Оның орнына сені қалай киіндіргенімді және сенің таза болуың үшін менің қалай тырысқанымды есіңе ал. Егер менің ақылға сыйымсыз бір нәрсе жасағанымды көрсең, маған күлме. Оның орнына менің ақылым мен көзім бол және маған көмектес. Сен мені ненің болатынына, ненің болмайтынына қалай үйретерсің? Өйткені сені тәрбиелеген және мына дүниеде қалай өмір сүруге үйреткен мен емес пе ем? Менімен әңгімелескенде, менің жай сөйлеген сөзімнен, менің шабан ойлайтынымнан және менің нашар есте сақтау қабілетімнен сен шаршама. Өйткені мен қазір сенің жаныңда болғаныма және біздің әңгімелесіп отырғанымызға ғана бақыттымын. Егер менің аяғым әлсіреп, қозғалған кезде икемге келмесе, мені аяла. Өйткені сен өз аяғыңмен жүргенше қолыңнан талай жетектеп жүргіздім ғой. Және бүгін менің қолымнан ұстағаныңа ұялушы болма. Өйткені ертең өзің қолыңнан ұстайтын адамды іздейтін боласың. Мен сен сияқты өмірге қарай емес, керісінше өмірден өлімге қарай кетіп бара жатқанымды біл. Және мен оған дайынмын. Сондықтан маған қарсы тұрмай, менімен бірге болшы. Егер сен менің қателіктерімді есіңе алатын болсаң, онда менің саған жақсылықтан басқа ештеңе тілемегенімді біл. Сенің мен үшін қазір істейтін жақсылығың бұл менің кемшіліктерімді кешіру, менің қателіктерімді жасыру екенін біл. Алла да сені кешіріп, сенің қателіктеріңді жасырсын. Сенің жымиғаның және күлгенің әлі де мені дәл бұрынғыдай қуантады. Сен мені жаныңнан алыстатпа. Сен туғанда мен сенімен болдым. Мен өлгенде сен менімен бол.